Бүгінгі күнімізді сәтті бастайық. Жақсы тілектер айтамыз, иә? Нұржан 8-дің оқушысын сіздер әдемі жазады. Қайша, сен жақсы оқисың, күшті әдемі жазады. Кім айтады? Қалай аталады? Орнымыздан тұрады. Әңгімелеу мәтіні екен, иә? Ары қарай кеттік. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін қалай аталады дейді. Кім жауап береді кәнекей? Орнымыздан тұрып айтамыз. Сипаттау мәтіні. Қойылады екен? Қандай? Қандай деген сұрақ қойылады екен? Жарайсың жаңа. Осындай теңгемен бағалайтын болған балалар. Үйге тапсырма берді, иә? Қоянның терісі жұмсақ түсіз түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сұр қоңыр, ақ немесе қара. Жақсы. Бұл кітаптың түсі қызыл, жаны сары. Мұнда көптеген ақпараттар жинақталған. Бұл нұсқауы өте ұсақ, бірақ еңбекқор жәндік. Ол асқабағының қабығы қалың түсті. Көбінесе сары немесе жасыл болады. Жас, еліп жақын. Ертеңнен бастап келдек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Неге шақырдың қой жатай? Неге шақырдың қой жатай? Шақырғам жоқ. Тауыстаған деп болдым ғой. Сізге емес, Жайша. Жайша мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Жақсы. Менің атым Қожа. Басты кейіпкер Қожа, Жанар Жантас әжесі. Болмаса, диалогте әр адамның сөзі жаңа жолдан басталып, алдына сызықша қойылып жазылады. Әр сөйлемде не туралы айтылған екен? Сабақтан себепсіз Қалмау туралы. Гол! Аяқ! Ей! Аяқ! Қалай балалар? Биле! Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы дүниеге келген. Қазынаны 20 мың теңгеліктен бағалайтын боламыз. Және Нұржанат жақсы жауап беріп жатыр бұл жерде. Нұржанатты да 20 мың теңгеліктен бағалайтын боламыз. Түсіндім деп, және сұрақтарым бар бұзы, сұрағым бар деп, сабақты түсінбеген болсаңдар, түсінбедім деп, мына жерде біз қоңыраушаны басып кетеміз, иә? Қапайырмыз.